Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалайсыздар, денсаулықтарыңыз жақсы ма? Бүгінгі менің бизнесім айдарының 3-ші саны, сонымен бүгінгі студиямыздың қонағы Қарақөз ханым болады. Турциямен бизнес қазіргі уақытта жасап жатыр. Танысып, бизнес туралы сөйлесіп өтетін боламыз, достар. Қош келдіңіз. Қош көрдік, Нұрлан мырза. Өзіңіз жайлы айтып берсеңіз, жалпы өзіңіз туралы, кейін бизнесіңізді талқылауға өтеміз. Жарайды. Сәлем достар, мен есімім Қарақөз болады. Мен өзім Түркияда тұрып атқаныма 2 жылдан астам көлем болды. Өзім жасым жарайды. Айта беріңіз өзіңізше. Жасым 25-те. Саудада жүргеніме 5 жылдан астам уақыт болды. Өзім Түркияға кеткеніме, көшіп кеткеніме примерно 2 жылдай уақыт болды. Қазіргі таңда біз Түркиямен товар алдыру жолдарын және Түркиямен бизнес бастау жолдарын сол бизнес саласында жұмыс жасаймыз. Керемет. Жалпы Түркиямен сіздердің Түркияда складтарыңыз бар ма, немесе сол Түркиядан қалай товарды алып бересіздер, сол жайлы айтып кетсеңіз. Қалай заказ береді мысалға? Кімдердің проблемасын шешесіздер? Түсінікті сұрағыңыз. Бірінші бізде Турцияда бізде склад жоқ. Не үшін десеңіз, біз байерлік қызмет атқарамыз. Байерлік қызмет деген, яғни сіздің Түркияда, клиенттеріміздің Түркияда қолдары, көздері боламыз. Яғни мен мынаяқтан тұрып, уже сіздер арқалы складқа бара аламын, тауарларды көре аламын, склад неге? Зауыттарына бара аласыздар. Түркияның базар өте үлкен. Мысалы, өте үлкен. Даже сіздер, мысалға, клиенттердің өздері Түркияға келіп, базардан аламын десе де, кейбір товарлардың бағалары Қазақстанның бағасының бірдей болуы мүмкін. Не себепті? Себебі, көбінесе біздің өзіміздің қазақтар барған жерлердің туристік месталарға барады. Сол себепті ол жерлерде Қазақстанмен бірдей баға береді. Розничный торговля? Розничный торговляға барады көбісі. Ал біздің міндетіміз сіздердің міндетіміз сіздерге Түркиядан ең бірінші баға жағынан тиімді заттар табу, екіншісі качество жағынан да, үшінші жағынан логистика жағынан полный сопровождение жасау. Түсінікті. Жалпы клиенттеріңіз кімдер қазіргі уақытта? B2B ма, или B2C сегмент па, оптовиктер ма, или соңғы сатып алушылар ма? Бізде әртүрлі клиенттермен жұмыс жасаймыз. Даже арасында штучный алатын клиенттер де бар. Бір штуктап алатын клиенттерден бастап, және де полностью оптом алатын клиенттер де бар. Клиент біз үшін барлығы бір болып саналады. Бірақ барлық клиентпен біз жұмыс жасаймыз. Көбінесе біздің жұмыс жасайтын клиенттеріміз, яғни ол әйел кісілер. Әйел кісілер, олар бірінші сатта тұратын бизнестегі адамдар, ол не сатсам дейтіндер, және де қандай бизнес бассам болатын дейтіндер, мысалға да, соларға арнап біз товар жібереміз. Яғни мұғалімдер болсын, декреттегі аналар болсын, болмаса өзінің шағын ғана кәсіпорындары бар, немесе бизнес ашам деген кісілерге. Немесе осы сатыда жүрген бұрыннан келатқан бизнестегі адамдар, бірақ өздерінің поставщиктерін жаңартқысы келетіндер. Келіңіз, онда мынандай сұрақ қояйын. Мысалға, мен енді бизнес бастағым келіп жатыр, сізге хабарласып отырмын, менің 1 миллион теңгем бар. Қандай товар алып сатсам болады, және оны қай жерлерде сатсам болады деген проблеманы шешіп бересіздер ме? Немесе мен өзім нақты бір товарды біліп тұрып, мына товар маған керек деуім керек пе? Бірінші кезеңде, бірінші айта кететін нәрсе, барлық товар өтеді. Просто оны бірінші кезде өткізе алу керек. Өтпейтін товар жоқ болады бұл жерде. Просто бізде бірінші кезекте клиентке қоятын сұрақ, сіз жүрегіңізге қандай бизнес саласы жақын? Кейбіреулер алтын сатқанын атады. Кейбіреулер мысалы детский киімдер разбираться етеді. Не себепті? Өздерінің балалар арқылы ол тәжірибе келеді. Мысалы, кейбіреулердің киімге жақын келеді, сол себепті біз оны сұраймыз. Ол жерде бірінші сен алдың, сразу сіз ақша тауып кетесің емес. Ол жерде бірінші өзіңіздің жаныңызға қандай бизнес жақын деп сұраймыз. Қандай товардан біліміңіз бар? Мысалға мен балдар жаңағы детсатта немесе сол сияқты неде айналысатын болсам, бір нәрселерден хабарым болуы мүмкін. Ойыншықтар жайлы ма, или бір нәрселер жайлы. Сол салаға жақын болсам, соның товарын ұсынасыздар. Сол жақын болсам, біз
көбінесе акцентті сол товарға алуымыз мүмкін. Бірақ одан бөлек алуы мүмкін. И одан бөлек сізге қалай айтсам болады? Әртүрлі саласында. Бірақ біз сізге осы товарды ұнайды екен, мен сізге осы товар сатам деген емес. Бірақ сіз өзіңіз бірінші не сатқыңыз келеді. Мысалы, 1 миллионыңыз болса, сіздің ойыңызда бір идея болады ғой. Біз соны бірге талқылаймыз. Мысалы, сіз менің клиентіміз Қаракөз. Менде мысалы қандай салаға айналыссам болады? Детский киім бе, әлде там тасбих сатсам болады ма, әлде там киімдер, әйелдер киімдерін сатсам болады ма деген сияқты. Қазіргі сіз келетін болсаңыз, менде қандай бизнес түрімен айналыссам болады? Мен сізге әрине қазіргі таңда мен тарапымнан болатын болса, мен сізге айтарым намазингтер сатыңыз дейтін едім. Зікір тасбихтер, намазингтер. Себебі қазір келе жатқан сезон. Сіздер соны айтқан кезде, мысалға, жаңағы намаздың заттары, дінге қатысты товарлар ғой, сол товарларды алдын ала зерттеп тұрып айтасыздар ма, или примерно не істеп айтасыздар ма? Қандай факттарға сүйеніп тұрып айтасыздар? Біз бірінші барлық товарды зерттеп тұрып айтамыз. Себебі ол біз бірінші сататқан жоқпыз ол клиентке, біз оның алдында 100 рет сатқан ол товарды. Алдын ала сыналған товар. Алдын ала сыналған өтілген товарларды айтамыз мысалға. Ол да нәрсе. Бірақ мен сізге айта кететінім, просто ол товарды өткізе алуы да ол адамға байланысты. Ол да адамға байланысты. Сол себепті бізге ол адамға жақын товарды ұсынғымыз келеді. Немесе мен екінші вариантты ұсынамын, ол қалай? Товарный хит товарлар дейді. То есть Турцияның өзінің хит товарлары бар. Кезінде барлығымыз білетіндей красная нитка, то есть байерлер барлығы біледі, красная нитка мода болды. То есть қандай хит товар әкелесің қазір, сол товар тезірек өтеді. Это шағын түрдегі, то есть қысқа аралықтағы прибыль деп аталады. Өмірі ұзақ емес, қысқа мерзімде тез сатып, складтан тез шығарып тастауым керек, мысалға, клиенттерге мысалы қысқа мерзімдік прибыльді ұсынсақ та болады. То есть сезон келді қазір мысалға, тасбихтар сатса болады, там намазингтер сатса болады. Ол аралық қаншалықты? 2 ай аралығында. Сол аралықта олар обороттарын үлкейте алады. То есть обороттарын үлкейте алады. Мысалға бізге бір клиенттер келді, менде бір 50 мың теңге ғана бар, немен айналыссам болады деген сияқты. Бізде сол қысқа аралықтағы көрсетеміз, и сол аралықта олар тұрақта 200 мың теңге табады. Ол аралықтан 300 мың теңге табады. Кейбір клиенттер миллиондап табады. И содан кейін өзіне душасына ыңғайлы заттар ары қарай дальше алып кете береді. Сіздерде мысалға осындай нәрселер бар ма? Айына қанша мына категория бойынша заказ келіп тұрып сіздерге? Жаңағы маған ұсынып жатқан затты Қазақстаннан тағы басқалар сатып жатқан туралы хабарлама болады ғой, значит, сіздерге басқа біреу заказ беріп жатқан болса, значит, мына товар жақсы өтіп жатыр, маған ұсынып жатсыздар. Сіздерде сондай информацияларды жинап отырасыздар ма? Әрине. Бірінші кезеңде ол информацияны жинап отырамыз, себебі ол информацияны өзімізге клиенттердің өздері әкеледі. Клиенттер өздері алып келеді. Мысалға мен діни товарлар сататын болсам, жай намаздарға көп, именно қайсы жай намаздарға көп заказ түсіп тұрғанына, сіз мен заказ беріп жатқан уақытты зерттеп жазып отырасыздар ма, или қалай болады екен сол жағы? Нақты несі, саны қанша болады, оларды қалай, базаларыңыз бар ма? Мысалы, клиенттің заказ берген уақытындағы, әрине біз қалай жұмыс жасаймыз? Клиент бізге заказ береді, соның барлық біздің өзіміздің қағаздарымыз бар. Соған кім қаншалықты осы айда қанша товар заказ берді? Қағазда бәрі бар, Қағазға барлығы болады. Мен заказ беретін уақытым, маған ұсынып жатқан товарларыңыз, значит, басқа біреулерде сатып айландырып жатыр уже. Соны факттарға сүйеніп тұрып, құрметті достар айтады, мысалға, мына товар сату керек, себебі біздерге басқа біреулер тез заказ беріп тұрды деген сияқты нелері болады. Түсінікті. Енді мынандай сіздердің де конкуренттеріңіз бар, конкуренттерден ерекшеліктеріңіз қандай? Мысалға, сіздерден басқа да айналысып жатқандар бар ғой бұл темада? Біздің конкуренттің ерекшелігіміз бірінші кезде біз клиенттің жағдайына қараймыз. Ол қалай? Біз всегда контактпен жүреміз клиентке деген. Кейбір клиенттер мысалға там 30 мыңнан бастағысы келетін клиенттер болады. 50 мыңнан, то есть клиенттің жағдайына байланысты бізде сол план қоймайсыздар, мынанша алу керек, мынанша алу керек деген план қоймаймыз. Және де одан да бөлек біз мысалы бізден товар алатын болса, какой-то бір количество көлем товар алатын болса, біз онымен қоса біз Түркияның 2 сайтынан Трендел және Hepsiburada деген 2 сайты бар, глобальный сайттар бар. Біз оларға біздің өзіміздің контактымызды тіркеп, олар өздерін прямо сол каргоға заказ беретіндей алып жасап береміз.
Бірінші кезекте мысалға сіздер арқылы заказ беремін, екінші кезекте сол карго арқылы заказ беремін, қандай? Жоқ. Бірінші кезекте мысалға сіздер бірінші заказ бердіңіздер, мысалға. И одан бөлек клиент бізде штучный заказ бергісі келеді. Бала шағасын заказ бергісі келеді, киім заказ бергісі келеді штучный, да? Ол оптомнан бөлек. И Турцияның өзінің внутренний сайттары бар. Ол сайттардың бағалары, мысалға, біздегі 20-30 мыңның көйлектері, о жақта 15-10 мыңға таба аласыздар. 15-10 мың теңге табуға болады. Сол сайттарға біз, ол сайттар былай жүреді. Сіз ол сайттарды өзіңіз Қазақстанда отырып заказ бере алмайсыз. Өзіңіз, потому что картаны привязка жасай алмаймын, оның үшін арнайы складым болу керек деген сияқты. Жоқ, ондай нәрсе емес. Карта Халық банк болсын, Каспий банк болсын, любой картаның связка жасай бересіздер. Бұяқтағы бір болатын нәрсе номер. То есть сіз Трендиолға Хепсибрада тіркелу үшін сізде турецкий номеріңіз болу қажет. Ал турецкий номерге сізге код келу қажет. Ол қазақстанский номермен сіз тіркеле алмайсыз. Виртуальный номер, мысалға виртуальный номерлерді сатады, Түркияның виртуальный номерін сатып алып тұрып, бір реттік SMS қой, қайта SMS жазып жүрмеймін, бір рет регистрациядан өтем. Ол номер жоғалды. Солай регистрация жасасам болмай ма? Виртуальный номер алып. Мысалға сіз солай да жасасаңыз болады, виртуальный номерде алсаңыз болады. Либо там арнайы сатылатын номерлерде бар, соларды алып та сатсаңыз болады. Біздің бұяқта ерекшелігіміз, бұяқта сіз ешқандай виртуальный номерде алмайсыздар, немесе оның арнайы курсын сатып алмайсыздар, біз сіздерге оны қосымша подарки береміз. Номерді, номерді сізге подарки береміз. То есть бір сим-картаны өзін бермейміз, просто ояқта бірінші кездегі тіркелген кезде сіздер код келу керек. 6 сандық код үшін осы номерді алам болды, ол номерді қолыма алуым керек емес, бір SMS үшін алам. Ол номер біздің номер болады. Бірақ ол картада, ол сіздің данныйыңызда, жаңа Трендиолда аккаунтта сіздің аты жөніңіз болады, сіздің картаңыз болады, және отмен қоса сізге сенімді жұмыс жасап жүрген каргоны береміз. Трендиол туралы, мысалға Трендиол өзі қандай маркетплейс, ол жерде кімдер сатады? Тікелей зауыттар сата ма, или біздер сияқты зауыттан алып сататындар да бола ма? Соларды қалай ажыратып аламын немесе? Ол жақта әрқалай болады. Ол жақта көбінесе зауыттар өздері сатпайды. Зауыттан перекупщиктер сатады. То есть Қытай сияқты арнайы зауыттағы адамдар отпайды. То есть Пиндода 16-8 сияқты посредниктер. Шын айтайын, ол жақта барлық отқан посредниктер. Қытайдікінде де сондай ғой, мысалға прямой зауыттар отырмауы мүмкін, зауыттан алып сататын менеджерлар үстіне көп қоспайды, бірақ өйткені жаңағы зауыттар бір штук, екі штук жібермейді ғой бәрібір. Бір штук, екі штук жібермейді. Ал Трендиолдан сіздер бір штуктап ала бересіздер. Трендиолда зауыттар жоқ. Егер бизнес ретінде айналысқым келсе, мен Трендиол шешім емес қонда, бәрібір мен анаяқтағы адаммен байланыста болуым керек болып болады ғой. Егер сіздің бизнесіңіз қандай көлемде болады? Мысалға, егер сіз бастапқы кезде бастағыларыңыз келсе, бізде қазір үлкен танымал Каспий бар, Каспий маркетплейс бар. Даже Трендиолдың өзінен сіздер товарлар алып, сол Каспийге сатсаңыздар болады. Трендиолдан алып Каспийға. Қандай категориядағы товарларды? Қандай категория? Қазір бізде сумка. Ограниченный категория ғой. Бірақ бізде ограничение жоқ. Сіздер арқылы мен осы нені шеше алам проблеманы. Осы проблеманы шеше аласыздар. Құрметті достар, егер сіздерде ограниченный категория болса аккаунттарыңыз, сіздер қалай ол аккаунтты ашып бересіздер ме, немесе өздеріңіздегі тұрған аккаунтты бересіздер ме? Қандай болады ол жер? Біздегі например, мен сумка сатқым келдім, Қаракөз, мен сумка сатқым келеді деймін, Каспийда деймін. Бізде бірінші ситуация бар. Біздерден сумка аласыздар, өзіміздің 14 регион бар. Қазақстанда 14 регион бар. Әр 14 регионнан бір адамдар таңдап аламыз, мысалға, и который біздің өзіміздің виртуальный складымызға тіркейміз Каспийдегі. Яғни сіздер біздің официальный филиалымыз болып саналасыздар, онлайн түрде филиалымыз болып саналасыздар. И бізден сол сумканы аласыздар, оптым түрде сумка болсын, аяқ киім болсын, біздегі бар товарларды, немесе өзіңіздің заказ бергіңіз келген товарларды аласыздар. Сол жерде нақтырақ болып кетсек, мысалға мен кірдім сіздерге, мына товарды қосасыздар деп, менің арнайы склад ашып бересіздер, Каспийдің ішінде. Мына товарды сен сатасың деп, маған баға белгілеп, товар белгілеп бересіздер ма? Или мысалға Telegram сияқты бір нәрсеге суреттерін жіберіп, мен нөлден бастап ол нәрсені кіргізуім керек. Қалай болады? Бұл кезде біздің берген товарларды сатасыздар.
Каспийде ол алдын ала бар, иә? Иә, ол Каспийде Или алдын ала бар. кіргізілмеген? Біздің магазинімізде алдын ала бар ол А, товарлар. бар, иә, Ол магазинде алдын ала бар. Олар уже саудасын жасап, ақшасын тауып отқан товарлар. Тауып отқан товарлар. Неге біз басқа региондарды жасаймыз? Не үшін біз жасаймыз басқа региондарды? Себебі бізде логистика деген тема бар бұл жерде. Біз логистикамен бірнеше қиналамыз. Себебі көптеген клиенттер көп уақыт күткісі келмейді. Ал біз сіздерге сіздің региондарыңызда дайын тұрған клиенттер болады, дайын тұрған бүгін қазір ертең керек деген сияқты да. Ертең деген сияқты. Вот самый ходовой Каспийдегі товарлардағы, которые біз өзіміз анимация етіп отқан, соларды сіздерге оптом бағада береміз. Яғни мысалға, сіз Каспийде 12 мың теңге тұратын сумканы бізден бар жоқ 6 мың теңге аласыздар. 6 мың теңге аласыздар. Комиссиясы қанша, доставкасымен қанша? Примерно осы 12 мыңға сатсам, қанша таза маржа қалуы мүмкін маған? Каспийдің өзінің системасы, сумканың процентінде алып жатқан проценттер 7%. Примерно 7% алады, плюс тағы да 3% 7% болатын болса, доставкасы 800 теңге, но тогда 2 мың теңге, ориентировочно 2 мың теңге. Еще налог қай жағынан болады? Мысалға, если сіздердің аккаунт арқылы мен сататын болсам, налог менің мойныма ма, сіздердің мойныңызға ма 3%? Налог өзіміз аламыз. Налог 3% өздеріңіз. Мен ешқандай нем жоқ, қойылған сіздердің көрсетіп берген. Қойылған деген сума, налогты өзіміз аламыз. Бір сұрақ, мына жерде егер 12 мың теңге деп белгілеп бердіңіздер, мен Шымкентте сатып жатырмын, 13 мың теңге, 14 мың теңге етіп қойылмада бола ма, или арнайы бір бағаны ұстауым керек? Арнайы бір бағаны өсіріп жіберуіме де болмайды? Жоқ, өсіруге болмайды. Арнайы бір бағаны ұстауға болады. Түсінікті. Бірақ ол кезде біздің Каспий арқылы сататын болсаңыздар, біздің официальный филиалымыз болсаңыздар, өзіңіздің региондарыңызда. Ал егер сіздер өзіңіз Каспий ашып, жоқ мен өзім бөлек сатам дейтін болсаңыздар, но тогда өздеріңіз білесіздер қай бағада сатады. Бірақ ол карточкада емес, бірақ басқа да карточкалар бар ғой, бір ғана сумка емес, категория деген жетеді, товар деген жетеді, шексіз. Ал егер сондай бір, мен сіздер менің өзі даже айта алмаймын да, сен осындай товарға сат, тек қана деген. Бірінші қадам не істеуім керек? Мен Шымкенттен сіздердің бір неңізді, точкаңызды ашқым келеді. Арнайы бір шарттарыңыз бар ма, договорларыңыз бар ма, юридический, қандай келісім шартқа отыру керек па, закуп қанша жасауым керек, бірінші тест бола ма, қандай болады екен сол? Бірінші кезде өзіміздің арамызда шағын ғана интервью болады. Мен мысалға өзіміздің затым, өзіміздің компаниямызды, яғни сеніп тапсырып отыр. Атына, соның атына сеніп тапсырып отыр. Сол үшін де арамызда интервью болады бірінші кезеңде, потом екінші кезеңде барлығын заңды түрде қарастырыламыз. Яғни договор барлығы жасалынады өзіміздің юристтер арқылы. И және де болатын нәрсе, бізден просто біздің оптымыз неміз боласыздар, дистрибьютеріміз боласыздар. Бізден товар алып, оптым сол Шымкентке сата бересіздер. Оптым деген кезде, яғни сол Шымкенттің қаласындағы клиенттерге сатсаңыздар болады. Который сол жерден... Мен пагорду ғана ашып қойым, Шымкентке ғана, Шымкенттен алатын клиенттерге терез мен арқалы сатасыздар, сіздер арқалы сатасыздар. Мен ортада не істеуім керек, сонда товарларыңызды қосам? Товарларын алып, тек қана доставкасын жасап бересіздер. Доставкасын үйде қойып қоям, товарды товарды қоясыздар. И потом оны клиенттер жеткізіп отырасыздар болды. Енді мұндай сұрақ, сол өсіп тұрған товарды бересіздер ме, әлі сыналмаған товарды бересіздер ме Каспийда? Біз көбінесе сыналған товарларды береміз. Сыналған, сол жерге уже сатылып тұрған товарларды бересіздер. Сыналмаған товарды біз бере алмаймыз, беруге де тиімсіз. Не себепті? Мысалға біз ол адамға береміз, ол адам сата алмаса, ол товар тұрып қалады. Тұрып қалады ол товар. Біз оны бірінші өзіміздің сынағымыздан өткіземіз, тексереміз барлығын. Ол қалай байқаймыз? Шымкенттен мысалы спрос келіп жатыр. Мысалы осы регионнан спрос келіп жатыр. Бізге қандай ситуация, бізде көп нәрсе болады. Мысалы Каспийде болатын ситуация. Клиенттер звондайды, маған осындай товар керек, осындай адреске қазір жеткізіп беріңіздер. Оны адресінен қараймыз. Ол біреу Ақтауда, біреу Шымкентте, біреу Астанада. 3-4 күнде. Мысалға олар күте алмайды. Сол себепті де бізге де және сіздерге де ыңғайлы болғаны сіздердің региондарыңыздан ашқан склад сіздердің региондарыңыз. Ал сіздер просто представитель боласыздар сол региондарды. И плюс сонымен қоса ақша зарабатывать етіп отырасыздар. Енді мындай сұрақ, мысалға сіздердің товарды қосқан кезде алдын ала закуп жасаған болуым керек па осы товарды? 5 штук, 10 штук, немесе әлі заказ келгеннен соң барып алаймын ба сіздерден? Товарларыңыз жалпы Турцияда или Алматыда тұра ма? Осы Каспийдағы алдын ала маған берген товарларыңыз? Каспийдегі товарларым бар Алматыда тұрады. Барлығы Алматыда тұрады.
алдын ала Шымкент, мысалға мен Шымкентке аламын ба товарды қоспастан бұрын? Шымкентке өзім филиалыма? Шымкентке өзіңізге аласыз. Аласыз. Өйткені сіздер сынап қойғансыздар, ол товар өтіп тұр. Тексеріліп өтіліп тұрған. Тағы да қандай ограниченный категорияларға маған доступна болады, егер сумкадан басқа нәрселер сатуыма десе? Мысалы қараңыз, сіз біздің клиенттер біздің маркетте мысалы өзінің товарларын қоса алмайды. Ол белгілі, басқа товар сіздердің. Бірақ бізде категория көп категория бізде ашық. Бізде мысалы эпиляторлары ашық, зубные щетки ашық, то есть уход, солар ашық бізде. Подарочный наборы ашық, аяқ киім ашық, іш киім ашық, сумка ашық. То есть көптеген, кейбір бренд бізге категория органичный, только қана брендтерге ғана органичный болып тұр. Қалған товарларды ашық, Қалған көп категория бізде ашық. Өйткені жай аккаунтқа олардың өзіне, мысалға бір ашқызу үшін 400-500 мың шығып кетеді да, былайынша әлі ол бренд емес товарға да кіргізбейді ол товарларға. Жаңағындай. Енді сіздерден осы дополнительный товарды да заказ беруім үшін немесе сіздердің ескі аюларыңыз бар ма? Мына товарды да мен қосқым келеді десем, оның тізімін алам ба? Или өзімнен біліп тұрып, мына товарды да сатуым керек деп қалай болады ол жақ? Егер сіздерде бір идея болатын болса, қаракөз, осы товар жақсы сатылады. Мысалы, жақсы сатылады дейтін болса, біз ол товарды тексереміз, и біз сол кісіге даже оптом бағасында біз тек қана Түркия емес, онымен болса біз Қытаймен де жұмыс жасаймыз. Қытаймен де? Қытаймен де жұмыс жасаймыз. И біз Қытайдан да Түркиядан да алдырып береміз сол кісіге. И одан кейін жақсы өтетін болса, біздің аккаунтпен де сатса болады. Немес біздің ашық сол категорияда ашық, біздің аккаунтқа қосып, және де өзінің плюс прибылін алып отырса болады. Бірақ ол өзі товар қоса алмайды. Біз ол товарды, идеясын бірінші біз қараймыз. Даже өздерінде наличие болса, біз бірінші қараймыз. Бірінші кезде біздегі бұл маркетплейсте міндетіміз качественный товар ұсыну клиенттерге деген. Бізге не себепті қазір бізде Каспи көптеген категория ашық. Біз бір-екі ай істеп атқан жоқпыз Каспиде. Біз Каспиде істеп атқанымызы 3 жылдан астам болды. Біздер білеміз. 3 жылдан астам болды. Сол себепті де уже доверенный аккаунт болғаннан кейін, сол себепті де Каспидің алдында довериямыз жоғалтпау үшін біз міндетті түрде качественно жұмыс жасауға тырысамыз, сервис жасауға. Прайстарыңыз бар ма негізі? Прайстар бар, тізім барын жеткіземіз. Егер бізге клиент хабарласа, пожалуйста, прайстарын жеткізіп ұсынып береміз. Сіздердің басқадан да товарларды заказ беру үшін примерно қанша күн кетеді аралық? Именно Алматыдағы товарлардың ма, әлде Түркиядағы? Жоқ, әлі Алматыда жоқ. Алматыда жоқ товарлар, Түркиядан. Түркияда өзі доставканың 2 түрі бар. Бірінші доставка авиадоставка деп аталады. Авиадоставка Қазақстанға 2 және 3 күн ішінде келеді. Олардың за килограмм басталатын сумалары $6 болуы мүмкін. $1 басталады. Және де одан бөлек автодоставка деген бар. Автодоставка ол бізде автоның өзінің 2 түрі бар. Экспресс-доставка бар, және обычный доставка бар. Экспресс-доставка деп отырғанымыз ол Ақтауға келеді, ол 15 күн ішінде келеді. 15 күн ішінде келеді. Заказ бергеннен соң, ақшаны өткізгеннен кейін 15 күннен соң аламын. Стандарт 15 күннен кейін аласыз. Олардың бағалары примерно $3-7, $3-8 болады. Қазіргі уақытта. Өзгеріп тез-тез, мысалға Қытайдан заказ береміз, солардың бағасы тез-тез өзгеріп тұрады. $1, $2, сент аралығында тез-тез өзгеріс болады. Қытайдікінде қандай болады? Ондай өзгеріс болмай ма? Қытай мен Түркияның карголар өте бір-бірлеріне айырмашылығы өте көп. Не себепті десеңіз, мысалға бір карго, даже 6-да 1 дейік, бір карго 6-да 3 болатын болса, бүкіл Түркияда карго 6-да 3 жасайды. Оны қалай қадағалайды? Өздерінің бір системалары бар. Яғни карголар бір жерде ұстай ма, сонда или бір үкімет тарапынан не ма? Үкімет тарапынан қойылады. Үкімет тарапынан қадағалайды. Баға үкімет тарапынан қойылады. Сонда әркім әртүрлі істейтін болса, заң бұзушылық па қандай бола ма сонда? Сондай болуы мүмкін. Сол себепті де барлығында бірдей баға. Мысалға сіз бір каргодан екінші, үшінші карго барсаңыз да барлық жерде бірдей болады. Мысалға там за место кішкене өзгешелік болуы мүмкін. За место дейтінде біреулер мысалы $8 алуы мүмкін, біреулер $7 алуы мүмкін. Мысалға да сол $1-2 ойнауы мүмкін. Ал основном за килограмм бір ғана суммада жүруі мүмкін. 6-да 3, 6-да 2. 6-да 3, 6-да 2. Вот сол аралықта.
Енді мына жерде мына нәрсені көріп жатырмын да, құрметті достар. Мысалға менде аккаунт жоқ, Каспиді түсінбеймін, бірақ өте қызық болды сіздердің айтқандарыңыз. Мысалға мен сіздерге баратын болсам, сумка сатқым келетін болса, біріншіден ограничение категория маған доступны екен, екіншіден аренда аккаунт деп жүрмеймін. Аренда аккаунттың өзі қазір 50 000 теңге. Әлі о аренданы алсам мен товар қоса аламын ба, сата аламын ба, білмеймін, сұрақ тұрыпты. Еще бұл жерде тағы налог деген мәселелер болады, туындайды. Сіздердікіні алып істететін болсам, біріншіден ешқандай аренда төлемеймін, просто под аккаунт менің атыма ашып бересіздер. Екіншіден налог деп басымды қатырмаймын, просто сатқан ақшам маған жіберіп тұрасыздар, сатылған. Сатылған ақшаны сіздерге жіберіп тұрасыз. Ал мынандай болсашы, мысалға мен әлі Каспида білімім жоқ. Бар да қызығушылар, оны қалай болады, үйретіп жібересіздер ма, или бірақ мен Шымкенттегі филиалды өзім ашқым келеді. Қалай болады екен сол жақ? Ол жағын бірінші сіздерге, егерде полностью сопровождение тоже жасай аламыз Каспиге. Каспи полностью сопровождение, және де онымен қоса поставщиктер номерлерін қосып бере аламыз. Поставщиктардың нөмірі маған неге керек? Мысалға сіздерден алып сататын болсам бастапқыда. Но біз всегда клиенттер выбор беруге тырысамыз. Выбор беруге тырысамыз. Менен ғана ал, сөйлесе мен саған үйретем деген емес. Мысалға, егер де ол қаласа, но клиенттер әртүрлі болады. Или мен өзім тек қана жеке тұлға ретінде істегім келетін дейтін болса, то ол кезде поставщиктер номерлерін қосып бере аламыз. Ол да мысалы полностью это курсқа кіреді. Курсқа кіргенде аккаунтта регистрация жасаймыз. Егер одобрение болған жағдайда, полностью Каспиге сол базовый түрде қалай тіркеу керек екенін олардың, қалай комиссия есептеу керек екенін, мысалы қалай товар таңдау керек екенін, полностью сопровождение жасаймыз Каспиге. Ал онымен қоса біз товарлар таңдау және олардың товарлар таңдау лайфхактарын білдіреміз. Сатуға арналған. Енді мынандай сұрақ туындайды. Мысалы, ол поставщиктардың нөмірін мен үйрендім, алдым. Тіл мәселесі қандай болады о жақтағы? Мен орысшаны білмеймін, например. Олар орысша сөйлеймін, түркше сөйлейді ғой? Түркше сөйлейді. Қандай перевод етіп өзім сөйлесем ба, сөйлесу жағы қандай болады? Кейін о жердегі жаңағы нелердің тізімі бірінші қол ма, или екінші қол ма? Зауыттар ма, немесе зауыттардан алып сататын поставщиктар ма? Бұл жақта қазір әлем өте дамыған. Мысалы, переводчик бар. Google переводчик арқылы. Ешқандай проблема емес. Ешқандай проблема емес. Переводчикті аласыздар, сөйлесесіздер. Менің өзімде осында. Ал ол сіз поставщиктермен егерде алда кетеді деп қорықсаңыздар, мен ол бастарына барып, және бастарына барып, уже сол клиенттермен сол поставщиктермен жұмыс жасаған номерлерді беремін. То есть уже сіздер жұмыс жасаған нелер ғой. Анаяқтан алынбаған, уже бір-екі рет заказ беріп алынған. Бір-екі рет заказ беріп алынған товарларды береміз. Не себепті біз поставщиктен, себебі біз Түркияда көптеген категориялармен жұмыс жасаймыз. Носкиден бастап алтынға дейін. Мысалға да. То есть бияқтағы Каспиде қандай категория бар, даже электротехникамен де жұмыс жасаймыз. Электротехника сонда Түркияның өзінен шыға ма, или Қытайдан келе ме? Көбінесе кейбір брендтер даже Қытайдың өзінен де қымбат болады. Не себепті? Мысалға алатын болсақ, қазіргі таңда Dyson дейік, Philips дейік, Braun дейік, олардың барлығы Қытайда арзан. Техника деп ойласа, барлығы Қытайда арзан. Нет. Техника көбінесе брендовый техникалардың сборка Қытай болғанмен де брендовый техникалардың көбісі Түркияда арзан. Не себепті? Ол Европаның брендтері болып саналады. Ал Европа мен Түркия бір-бірлеріне жақын. Карго сол себепті де арзан түседі. Таможня, значит, бұл жерде таможня жағы арзан болып тұр ғой, Евросоюзға кіреді, Евросоюзда бір-бірімен жаңағы Европамен нелері арзан болады да, сол себепті соның есебіне де товар арзан болып келеді ғой. Сол себепті де именно электротехника арзан болып келеді. Біздердегі электротехникалардың көбі қай жақтан келіп жатыр? Турция ма, немесе Қытайдан ба? Электротехникалардың көбісі бізде именно қай жағынан? Брендовый электротехникалардың көбісі бізде брендовый келетіндер орыс Россиядан келеді. Россиядан келеді? Европадан келеді. Европадан келеді. И потом Дубайдан келеді. Үш елден келеді. Ал егерде там Қытайдың өзінің ішкі брендтері бар, это Xiaomi дейміз, сол сияқты брендтердің барлығы о жақта Қытайдың өзінде арзан болып келеді. Бірақ олар ондай
там бұрыннан бері келе жатқан европейский брендтер емес. Қытайдың да өзінің мықты брендтері бар. Бірақ егер де клиент европейский бренд алатын болса, тогда ол, конечно, Түркияның өзінен арзан қалады. Қытайдағы, если мен сіздер арқылы Қытайға заказ беретін болсам, оны қалай контроль жасайсыздар? Өздеріңіз основной Турцияда боласыздар ғой, иә? Менің ең бірінші қойған системам Қазақстандағы кезде, Түркия кетпес бұрын, мен Қытайдың системасын қойдым. То есть бірінші болып кірген 16-8-ге мен болатынмын сол кезде. 2018-ден бастағам. 2018-ден бастағам. Сол Қытаймен бастадым. Сол себепті бұл жақта біздің біріншіден өзіміздің бұл жақта офисіміз бар. Бұл жақта өзімнің жұмысшыларымыз бар, которые сопровождение бере алатын барлығын. Алматыда, иә? Осы Алматы қаласында. Сол себепті сіздер Қытайдан спокойно заказ бере бересіз. Мен даже Түркияда отырып, мен Қытайдан алдыртам Каспийге товар, Түркиядан жіберемін, Дубайдан алдыртам товар, кейбір Россиядан алдыртам. Барлығы қазір онлайн. Сіздер логистика емес, тек логистикаға дейін жеткізіп беретін ғой, компания болып есепті. Сол байер деген ғой, иә? Түркиядағы біздің основной жұмысымыз байер, иә. Логистика дейін сіздің қолыңызға дейін жеткізіп беретін товарды. Логистика менің қолыма дейін. Бірақ енді мынандай сұрақ туындайды. Мысалға, логистикаға дейін сіздер жақсы әдемілеп упаковать етіп бергенді қадағалайсыздар, иә? Логистика мынаяғында сындырып алып келсе, сондай безопасность жақтарында страховка жасалған ба? Ол жақта обязательно бізде полностью страховкамен жүріледі. Егер, конечно... Маған келгенге дейін ба, или жаңағы неге дейін ба сіздер? Келгенге дейін. Маған келгенге дейін. Полный сіздер страховкасы. Каргоның өзінің де страховкасы болады, оданмен қоса. Бізден бөлек каргоның өздерінде страховкалары болады. Бірақ біз клиентке айтамыз, сіз мысалы ыдыс заказ беріп жатса, клиент деген, оны біз әрине ағашпен қаптаймыз. Ағашпен барлығын қаптап жібереміз. Егер клиент ағашпен қаптауға келісетін болса, тогда товары без проблем бара береді. Авиада ондай Қытайдан келген дегендей, авиада ондай қатты проблем бола бермейді. Себебі олар тек қана бір уақытта салынады, 6 сағаттың ішінде ұшып кетеді Қазақстанға болды. Если сынып келсе, мысалға не болады? Сынып келсе гарантия болады. Ақшамды мен қайтарып аламын, иә? Ақшаңызды қайтарып аласыз? Сіздерден қайтарып аламын. Өте керемет. Конкуренттеріміз бар деп айттыңыздар. Конкуренттерден өту үшін қандай ұсыныстар бересіздер клиенттерге, мысалы? Қандай ұсыныстар беріп жатсыздар конкуренттерден жалпы өту үшін? Конкуренттерден жалпы өту үшін мен жаңа айтқандай, біз қосымша заказ беретін болса, біз тренжелбен хепсі біратақ номер береміз. Сим-карта береміз, номер береміз. Тіркелуге арналған номер береміз. Олар да беріп жатқан болса, олар беріп жатқан жоқ, иә, басқа компаниялар? Қазір бір тренжелға бір номер алу үшін жоқ дегенде 5 немесе 10 мың тұрады. Ол шета өз жерде теңгемен. Теңгемен. Ал біз просто оны қосып береміз. Ақша төлемеймін, соны өмір менікі болады. Басқа компанияларға, значит, мен ақша төлеймін. Басқа компанияларға олар қосып төлеп береді. Мысалға, менде мынандай сұрақ туындап тұр. Қазір мен басқа қаладан айналыспақшы болсам, Турциядан товар алып, мысалға, сіздер арқалы жіберуге мүмкіншілік бар ма? Яғни фулфилмент деп айтады. Сондай фулфилмент складтарыңыз ба Алматыда, сондай мүмкіншіліктер бар ма? Мен өзіме қолыма товарды алмаймын, Каспийда аккаунтым бар, бірақ мен Турциядан аламын да, Астанаға товарды алмаймын, себебі осы сіздер арқалы упаковать етіп, клиенттің қолына жіберетіндей мүмкіншілік бар ма? Конечно, бар. Біз өзіміз бар. Сол жайлы айтып берсеңіз. Егер де клиент бұрыннан бері уже Каспиймен істеп келе жатыр, немесе жасағысы келеді, и товар Түркиямен алғысы келеді, даже Қытайдан да алғысы келеді. Алматыда өзінің филиалын ашқысы келеді, деге? Филиал емес? Филиал емес, иә. Мен өзім, мысалға, 30-40 штук алдым. Сіздердің мәлім бір фулфилменттеріңіз болса, сіздердің фулфилментке қойып тұрамын. Дополнительный қызмет ретінде мен ақшасын төлеп тұрамын. Мысалға, каждый жібергенде маған заявка келіп түссе, сіздерге айтамын, мен мына товарымды, мына ячейкадағы товарымды. Бар, ондай Ол қандай жұмыс істейміз? Мысалға, мен солай жұмыс істегім келіп тұр. Мен Астанадан өзіме аренда склад жалдағым келмейді. 10 коробка, мысалға, аяқ киім или бір нәрсе алдым да, сіздердің складқа қойып қойдым Алматыда. Өзім товарымды шығарып қойдым. Заявка келіп түсіп жатыр, складымды сіздердің фулфилментті белгілеп қойдым. Сіздерге накладной жіберіп жатырмын. Сол жағдайлардың қарастырылған ба, қандай вообще удобно болар еді, если ондай болса сіздерде? Бізге клиенттерімізде тоже бұндай жағдай қарастырылған. Егерде, мысалға, көбінесе мұғалімдер болады.
мұғалімдер болады, немесе офиста жұмыс жасайтындар болады, қосымша заработка жасағысы келеді. Заработка жасағысы келеді, бірақ олар фулфилментқа бара алмайды, оны неге заммерге өткізу керек, ал заммердің уақыты максимум сағат 5-ке дейін ғана қабылдайды. 5-ке дейін ғана қабылдайды. Ал егер сіздер заявка келетін болса, бізден товар аласыздар, заявка келеді, осындай товар өтіп жатыр дейсіздер, накладной етіп жібересіздер, и сіздерге сіздердің арттарыңыздан заммерге жеткізіп береміз. Полный упаковкалеп береміз. Упаковкалап жіберіп, упаковкалеп жіберіп. Дополнительный мен қызметтеріңе ақша төлесем жақсы. Болды. Дополнительный онда қызметке ақша төлейсіздер. Өте керемет. Мысалы үшін мен үйде отырып, просто ноутбугім болса, сіз арқылы Турциядан өтіп тұрған тауарды мысалға заявка беріп, сіздердің складқа фулфилментке қойып қойдым. Мысалы 10 күн қойып қоям ба, 10 күннің ішінде ол қойып қойған тауарыма ақша аласыздар ма, немесе жеткізіп бергенге ғана упаковка жасаған ғана аласыздар ма? Қандай болады? Біз тек қана жеткізіп берген упаковка жасаған ғана аласыз. Тұрғанда алмайсыздар. Мысалға 4-5 коробкамды қойып қойдым, оған ақша алмайсыздар, тек заказ келіп түседі, орайсыздар, накладной жабыстырып, жеткізіп бергенге ғана. Міне құрметті достар, одан артық мүмкіншілік деген енді білмедім. Сіз үйде отырып ақ, мысалға тауарларыңызды бизнес жасап отырғаннан кейін бір образецті алып көріп қойса болды да, оның бәрін алып үйден, зачем ол, мысалға Алматы арқылы сатса, тез барады да товарлар. Каспийда қараймын, Алматыдан егер складым болса, Алматыны белгілеп қойсам, басқа қалаларға тез барады. Егер өзім қаламнан сататын болсам, ол Алматыдан 5 күнде баратын нәрсе Астанаға, Шымкенттен жіберетін болсам, мен 10 күнде баруым мүмкін. Лучше мегаполистен жіберіп, аренда деп басымды қатырмай, сіз арқылы мен упаковать етсем, сіз арқылы жіберсем, маған басқа енді мұндай мүмкіншілікте басқа компаниялар бере қоймайды. Фулфилменттеріңіз бар, бұл жерде? Фулфилмент қоса бар. Өте керемет. Қараңыз, сіздер үйде отырып, жай ғана үйде отырып, немесе бір жұмыста отырып, бір жақтан Түркиядан товар аласыздар, бір жақтан Қытайдан товар аласыздар. Алдыңызда тұрған Каспий, мысалға да, товарларыңызды полностью басқа елден әкелмек түгілі сіздің клиентіңіздің үйіне дейін жеткізіп береміз. Сондай жағдайлар да бар. Өте керемет. Қарастырылатын. Менің клиентімнің үйіне дейін жаңағы айтып өткенім. Заммер арқылы үйіне дейін жеткізіп береміз. Енді мынандай сұрақ, серіктестеріңіз туралы не істеп кеттік? Серіктестеріңіз бар ма? Қазіргі уақытта басқа занит қалаларыңыз бар ма? Или бүкіл 14 нені қазірден бастап іздеп жатсыздар ма? Қалай болады екен? Сол серіктестеріңіз қазірге дейін бар ма? Или бүгіннен бастап сол старт қойдыңыздар ма? Қандай? 14 қайсы қаладағылар көріп тұрған болса, уже занит деп қоя саламыз да сол қаланы. Хорошо. Біз бұл проектті енді бастап жатырмық. Бұл проектті не үшін бастап? Себебі бізде спрос бар. Басқа қалаларға деген проблема көріп жатырсыздар, шешім беріп жатырсыздар. Проблема көріп жатырық. Басқа елдерден, басқа қалалардың спрос бар екен. Сол себепті де біз енді бастаған проект болғаннан кейін біз 14 қала әзірге бос тұр. Бұл тек қана қысқа уақыт. Себебі біз әлі өзіміздің клиенттерімізге әлі бастаған жоқ. Себебі сізге осы программаға арнайы келіп, соны сіздерге жаңа проект ретінде ұсынып отырмын. Құрметті достар, хабарласа берсеңіздер болады, сілтемені астында қойып кетеміз. Тікелей өзіңізбен байланысқан шығармын, менеджерларыңыз бар ма қандай? Бірінші кезекте. Тікелей өзіңізге қоя? Тікелей өзімен связьға шықсаңыз болады. Нема, мысалға, онлайн бола ма, или мысалға офлайн ба, қандай болады екен шарты? Кейбір клиенттерге бізді көріп кетеміз дейтін болса, товарларды көреміз дейтін болса, ол тәкті барлы офлайн болады. Бірақ ол кезде біздің өзіміздің жұмысшыларымыз болады, серіктесіміз болады осы жақта Алматыдағы. Сол сіздерге барлығын көрсетіп, сол жерде договорға қол қойып, немесе электронды договорға қол қойса да болады. Клиентке қалай ыңғайлы болады. Офлайн да онлайн да бар. Склад болуы маңызды емес, үйім арқылы сата берсем болады. Склад болуы маңызды емес, үйлеріңіз арқылы сата бересіздер. Болды, керемет. Енді мындай сұрақ, мысалға сіздердің қандай нелеріңіз бар, IT құралдарыңыз бар, клиентте бір-біріңізбен байлану үшін, мысалы, учет ба, или қандай товарлардың тізімін көріп тұратын ба, қандай IT құралдарыңыз бар, или группа ма тек? Программамен, қандай программалармен істейсіздер? Бұл программада біз әзірге ұйымдастырамыз өзіміздің телеграм программалар, телеграм бар. Телеграм бот па, группа ма? Телеграм группа бар. Бұл жерде телеграм группа бар. Товарлар көретін телеграм группа бар. Егер де біз сол арқылы көрсеңіздер болады, WhatsApp группа арқылы көрсеңіздер болады. Сіз именно товар заказ берген кездегі жайтты айтып жатсыз ба? Маған Түркиядан товар заказ берген кездегі. Жоқ, мысалға, мынандай товарларыңыз бар ғой, мысалға, сатылатын товарлар, солардың тізіміне
тізіміні қай жерден көріп тұрамын? Телеграм группадан ба? Мына тауарлар, міне қазіргі уақытта хит тауарлар, мына тауарлар сезонный тауарлар, мына тауарлар новинг тауарлар ма? Солардың тізімін қай жерден көріп тұрамын? Серіктес ретінде. Серіктес ретінде болатын болса, бізде прайс жібереміз, товар жібереміз, прайс жібереміз. Группаға? Иә, группаға немесе индивидуально жібереміз, әр клиентке индивидуально жібереміз өздеріне. Есіне ол жерде полностью Каспийде қалай аттары тұр, солымен бірге қосып жібереміз. Соны скопировать етті, Каспийге қояды, и сол товарларды Каспийдің өзін зерттесе де болады, қараса да болады. Өте керемет. Бұл жерде готовый шаблон болып тұрып, Каспийдағы атыны неде тұрыпты, иә? Прайста мен сол атты Каспийдан іздеп көремін ба сонда? Иә, сол атты Каспийден іздеп көре саласыз. Қанша бағада тұрыпты, бәрін көре саламын. Дайын нәрсе ғой онда. Мысалы үшін ол прайстағыны өзіме тартып ала аламын екен да, иә? Иә, сол прайстағы товарларды өзім қалама. Керемет. Енді сіздердің серіктес болғысы келгендерге де қызық. Жалпы 2025 жыл сіздердің компания қандай компания болады? Қазіргі таңда мысалға жеке бренд қой сіздердікі, өздеріңіздің бренд бойынша кетіп барасыздар ғой. Әлі бренд атауы жоқ қой, аты жоқ. Өздеріңіздің аттарыңызбен істеп жатсыздар ғой. Жеке бренд жеке бренд ретінде жасап жатыр. Ол өте дұрыс, себебі жеке бренд болып кететін болса, мысалға жеке өзінің аты бренд болатын болса, ол әртүрлі компания ашса да астында тартып кете береді. Ал бір брендті бренд қылып жібергенмен оның астында тағы бір бренд ашатын болса, қиынырақ. Бәрібір жеке бренд қазір заманауи болып баратыр. Илон Масктың примерінде. Илон Маск кез келген компанияны ашса, уже тартып кете береді. Мысалы үшін да 2025 жылға стратегияларыңыз бар ма? Қандай компания боласыздар жалпы? Серіктестер үшін қызық та бұл. Біздегі басты мақсатымыз келген клиенттерімізге деген бірінші басқа елдегі товарларды өздеріне жақындату. Мысалға біз басты мақсатым, біз қазір Түркиядан байерство айналысып жатырық қой. Байерство айналысып жатырық қой. Оларды тура сол бағада электронный масштабта ашу, как маркетплейс ретінде осы Қазақстанда. Маркетплейс ретінде и адамдар осылардың бәрін штучный алуға мүмкіндіктері болатындай. Сіздерде электронный бір программа болады, иә? Оны мен Турциядан емес, мына жақтан тікелей алатындай ма? Тікелей осы жақтан алатындай қылып жасап. Біздің бірінші мақсатымыз. Бұндай компаниялар өте көп бірақ Қазақстанда. Қазақстанда өте көп. Бұл жағынан срок жағынан проблема болады ол жерде, там комиссия жағынан проблема болады ол жерде. Менде бұл жақтағы бірінші мақсатым сіздерге срогын максимум срогын сіздерге қысқарту, иә. Онда ол Қазақстанның ішінде болады осы қылады. Қазақстанның ішінде бұл және де онымен қоса біздің басты мақсатымыз СНГ бойынша СНГ рыноктерге шығу. Неге десеңіз, мысалы біз Түркияға барған кезде бізде рынок тек қана Қазақстан ғана емес. Бізде бірнеше рынок бар. Бос тұрған бірнеше рынок бар. Россияның өзі қаншама рынок қазір. Мысалы әзірден бастап біртіндеп бастап біз сол рыноктарға көшіп жатырмыз. Қазір қайсысына көштіңіздер, например? Қазір біз көбінесе орыс Россияға көштік. Не себепті Россияға көштік? Себебі ол жақта қазір пустой рынок. Пустой рынок. Россиядағылар ол жақта жоқ па? Онда сондай сіздердікі сияқты компаниялар нелер ашқандар? Россияда ол жақтағылар көп. Түріктердің өздері де Россияға жүреді. Бірақ именно қазақтар, которые жүретін тек қана СНГ бойынша, басқа зарубеждер бойынша өте аз. Біздің өз мемлекет тарапынан мысалға сол елдерге жіберу мақсатымыз мысалға. Мен қазір өзім еркін 4 тілде сөйлей аламын. Сол осы 4 тілде сөйлеу арқылы мен Еуропаға да шығуға мүмкіндігім бар, орыстарға да шығуға мүмкіндігім бар, немесе басқа да мемлекет өкілдеріне шығуға да мүмкіндіктері көп менде. Енді мынандай сұрақ, көптеген комментарияларға келеді. Қандай бизнес бастағым келеді дейді, мысалға нөлден. Сол өзіңізден келіп шығып тұрып, қалай бастадыңыз бизнесті, енді бастағысы келіп тұрғандарды ұстап тұратын ортасы болуы мүмкін, немесе ақшам аз дейді, сол ақшаға байланысты, немесе ортасына байланысты тормозить етіп тұрады да, тоқтап тұрады. Енді соларға қандай кеңес бересіз өзіңізден келіп шығып? Өзіңіз менен шығатын нәрсе ол ешқашанда жеңілмеңіздер. Когда мен сіздерге айтайын, менде бір жыл бұрын осындай случай болды. Мен почти дымсыз қалдым. Просто
дымсыз қалдым. Қалтамда последний 9000 теңгем бар. Ол кезде уже біліміңіз болған ғой сіздің? Ол кезде білімім болды, бірақ ол кезде тоже процесте жүрдім мен. Түркияға кетпей тұрған кез бұл. Түркияға кетпей тұрған кез, тоже өзінің масштабный бір не болды менде, разрыв болды. Сол кезде менде сондай бір ситуация болған кезде мен 9000 теңгеден тек қана товар арқылы, зат сату арқылы там 6 айдың ішінде 35 миллион оборотқа шықтық. 9000 теңгеден 35 миллион оборот. 9000 теңгеден 35 миллион оборотқа шықтық. Мен енді клиенттерге, то есть өзін адамдарға айтатын кеңесім, просто ешқашанда берілмеңіздер. Олар жан-жақтағы адамдар айта береді. Ой, мынау дұрыс емес, не істеп жатсың, не қылып жатсың. Нақты мақсат бар ма, соған жетіңіздер. Егер де білім жетпей ма, оның барлығы сылтау. Тек қана YouTube тұр, Google тұр, кітап тұр. Тек қана қолында не бар? Қазіргі әлем бұрынғы СССР-ге ұқсамайды. Бұрынғы жайттарға ұқсамайды. Қазіргі әлем тек қана барлық жерде жатыр. Барлық жерде просто оны ұстап, алып, әрекет жасау керек. Болды. Бірінші білім бе, ақша ма? Мысалға, бастау үшін бизнес нөлден бастау үшін бірінші риск. Жоқ, риск етем. Мысалға, менде ақшам жоқ, білім де жоқ, риск қалай істеймін мысалға? Рискті мәлім бір нәрсеге байлап тұрып риск етем ғой, немесе ақшама риск етем, уақытыма риск етуім мүмкін. Вот солай айтып отырмын ғой. Мен сізге ақшаңыз бен уақытыңызға риск жасайсыз. Кейбір адамдар ақшам жоқ болсашы. Ақшаңыз жоқ болса, тогда дропшиппингпен айналысыңыз. Перепродажамен айналысыңыз. Мысалы, сіздердің складтан прямо сіздер жіберіп бересіздер, үстіне товар қосам. Мысалы, бізде готовый товарлар бар. Которые даже Инстаграмның өзінен сатсаңыз да болады, OLX-тің өзінен сатсаңыз да болады. Бізде кейбір мысалға товарлар бар, бағалары мысалы 4-5 мың теңге, оптовый товарлардың өздері, ал басқа жерлерде 12-11 мың теңге деп тұрады. Мысалға сезон кезінде бізде қаншама жастар бар, студенттер бар, мысалға ше, біз арқылы там өзін подрабатывать етеді. Подрабатывать өзін ақшаларын таба алады. И сол арқылы дальше кетеді. Сондай да сәттер бар. Ақша жоқ дейсің, дропшиппен алсаңыз, бұл проблема емес. Ну, конечно, сіздер қазір там 1 миллион, 2 миллион деп зарабатывать деп айта алмайды. Ол по-любому ол тапқан ақшаңыздың өзін ақшаға салу, оборотқа салу. Айналымға салу. Сол арқылы ғана сіз дальше жылжи бересіз. Турциямен бизнес бастау үшін вообще курс оқуымда маңызды емес қой, иә? Прямой келіп бастап кете берсем болды, иә? Заказ беріп. Турциямен онда ештеңе керек емес бұл жерде. Сіздер итакта бізге, клиенттердің өздері итакта бізге комиссия төлеп жатыр. Ол комиссия төлеп жатқаннан кейін оны оқытудың да қажет жоқ. Себебі біз сол комиссияны беріп жатқаннан кейін біз сіздерге полностью сопровождение жасаймыз. Мысалы, қалай? Бірінші клиент заказ беріп, біз сөйлесеміз. Талқылаймыз, егер де осындай заттар бар, қалай сатылады екен деген сияқты. Ол мен көп нәрсені ауадан ойлап таппаймын. Ой, осындай деген сияқты емес. Бірінші біз де конкуренттер зерттейміз. Кім қалай сатып жатыр деген сияқты да. И одан кейін клиенттеріміз бар. Тура сол конкуренттік заттар бізден клиенттер сұрайды. Мысалы, клиенттер сұрайды. И біз ойлаймыз да, и потом клиенттер жаңа айтқандай, кейбір мысалы ақшам жоқ деп тұрған клиенттер болады. Ақшам жоқ, қаракөз қалай бастайын деп тұрған клиенттерге біз бірінші ұсынатымыз дропшиппинг ұсынамыз. Біздің қолымыздағы товарларды, наличие тұрған товарларды өздеріңіз региондарыңыз сатыңыздар. Болды. Это бірінші ұсыныс. Немесе қысқа уақытта хит-товар арқылы сату арқылы. Тез сатасыз, тағы да оборотқа шығып кетесіз. Бұяқта маңызды нәрсе, сіз айтқан сұрақ бойынша, нөлден бастасам қалай бастайын деген сияқты да. Нөлден қалай бастайын. Вот сол арқылы сіз 100-200 мың теңге тауып аласыз. Ары қарай сіздің категорически бір нишаны таңдайсыз. Ниша. Нәски болсын, детский киім болсын. Басында мен әртүрлі товарларды сата берсем болады, бірақ кейін барып мен оны нишаға... Уже нишаға кіресіз. Нишаға кірген ары уже брендке кіресіз. Нишаға кіруім керек екен. Бір товарға сатам, чтобы оннан білімім болса, бір товармен айналысқан жақсы қой, әртүрлі товар сатқаннан. Әртүрлі товар, бір товармен сатқан байланысты. Әртүрлі товар сатқаннан бір товармен айналысқаным жақсы, бір нишамен, иә? Жақсы, рахмет, студиямыз қонағы болғаныңыз үшін сәттіліктерді кездесейік. Рахмет бүгінгі келгенімізге. Құрметті достар, байланысқа шығу үшін астында сілтемелерді қалдырып кетеміз. Тікелей өзіңізбен хабарға байланысқа шығады ғой, WhatsApp не арқылы.
Жақсы, рахмет. Студиямыздың қонағы болғаны үшін. Жақсы, құрметті достар, сау сәлеметті болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарияның астына жазып кетіңіздер. Міндетті түрде сұрақтарыңызға видео ответ беретін боламыз. Жақсы, сау сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.